Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныптың қазақ тілісі 90-шы сабақты өтетін боламыз. Тақырыбы болымды және болымсыз етістік. 28-ші тапсырма етістіктерді салыстырып оқы, олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін аңғар. Жүз, жүзбе, жаз, жазба, күл, күлме, бар, барма, төк, төкпе, тақ, тақпа. Балалар, енді мына сөзге қарайықшы. Жүз, жүзбе. Жүз деген кезде оған мысалы бір айдын, сен суда жүз дейтін болсақ, ол болымды етістік болады, Ал егер де айдын, сен суда жүзбе дейтін болса, ол уже жүзбе деген сөз бізде болымсыз етістік болады. Жаз болымды, жазба болымсыз. Күл болымды, күлме болымсыз. Бар болымды етістік, барма болымсыз етістік болады. Сол сияқты төк болымды, төкпе болымсыз. Ал тақ болымды етістік болса, тақпа сөзі болымсыз етістік болады екен. Мағыналары осында балалар. Яғни балалар, бізде бұл жерде бірінші сөзіміз болымды етістік болады, екіншісі болымсыз етістік болады. Қосымшалы етістіктерді көшіріп жаз, түбірмен қосымшаны тиісті белгімен белгіле. Балалар, бізде жүз сөзінің түбірі жүз болады, бе бұл жерде қосымша болады, Жазба сөзінде жаз түбірі ба қосымша, күлме сөзінде күл түбірі ме қосымша, барма сөзінде бар түбірі ма қосымша, төкпе сөзінде төк түбірі пе қосымша. Тақпа сөзінің тақ түбірі па қосымша. Олай болса балалар, 29-шы тапсырма мақалды жатқа көркем жаз. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Мақалдың мағынасын түсіндір. Балалар, атаңның баласы болма деген, бұл егер де сен атаңның баласы болатын болсаң, сен ерке, еш нәрсеге икемі жоқ бала боласың дейді. Ал адамның баласы бол деп отырған бұл адамгершілігі мол, кішіпейіл, үлкенге ізетті, кішіге құрметті білетін адам болып өс деп айтып тұр екен. Қарамен жазылған етістіктерді салыстырып, олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін айт. Бұл жердегі қарамен жазылған сөз бізде балалар бол, болма сөздері, Бол ол толымды етістік болады, адамның баласы бол деген. Ал атаңның баласы болма деген, ол болымсыз етістік болады. Етістік болымды, мысалы күл, жаз, және болымсыз, күлме, жазба болып екі топқа бөлінеді. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ерінбе, бұзба, жұлма. 30-шы тапсырма тыйым сөздердің қатесін түзеп көшіріп жаз. Босағада тұрма, көк шөпті жұлма, малды теппе, ақты төкпе. Бұл жерде балалар бізде тыйым сөздер жазылуы дұрыс жазылған, бірақ та бізде әр сөзден кейін нүкте қойылып, одан кейін жаңа сөз бізде бас әріппен басталуы керек еді, Біздегі қате осы. Яғни нүкте қойып, әр сөзді бас әріппен бастап жаздық. 31-ші тапсырма шығармашылық үзіліс. Ребустардың шешуіндегі сөз болымсыз етістік бола алама. Ойыңды дәлелде. Балалар, бізде мына жерде түрлі суреттер берілген, мысалы бақа, бес саны және де орындықтар, Енді осылардан біз бақаның бастапқы екі әрпін аламыз. Ба, бестің бастапқы екі әрпін алып тастаймыз, соңғы с әрпі қалады. Одан кейін партаның бастапқы екі әрпін аламыз. Сонымен бізде баспа сөзі шығады. Баспа. Ребустың шешуіндегі сөз баспа, мысалы батпақты баспа, жерді баспа, нанды баспа деген сөйлемдер құрайтын болсақ, бұл жерде бізде ребустағы сөзіміз әрине болымсыз етістік бола алады. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып,
Сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер, міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, Зерек Бала каналына тіркеліп, колокольчик басып қойсаңыздар, келесі жаңа сабақта сіздерге міндетті түрде хабарлама барып тұратын болады. Олай болса келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.